Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен ер баланың есімдері туралы айтатын боламыз. Нұр-ислам, нұр мен ислам сөздерінен құралған. Араб тілінде нұр, жарық, сәуле деген мағыналарды білдіреді. Ал ислам дініміз болғандықтан сәуле Алланың нұры жаусын деген ниетпен қойған. Әли нұр, әли мен нұр сөздерінен жасалған есім. Әли араб тілінен аса зор, заңғар, нұр, жарық, сәуле деген мағыналарды білдіреді. Санжар есімі көне түркі тіліндегі саншора есімінің дыбыстық тұрғыдан өзгерген түрі. Көне түркі қазақ тілінде сан 10 мың, шора ер, батыр деген мағыналарды білдіретінін ескерсек, бір өзі 10 мың қолға тең ер, батыр мәнінде қойылған есім екенін байқаймыз. Ғасырлар бойы айтыла келе санжора, саншор, санжар, санжар болып өзгерген. Тағы бір мағынасы бұзып өтуші. Нұр асыл, нұр мен асыл сөздерінің қосындысы. Асыл араб тілінен алынған әсил, негіз, түбір, түпнұсқа. Шынайы, нағыз, қымбатты, ардақты деген мағыналарды білдіреді. Ислам түп тамыры салима, юслиму, ислам яғни бейбітшілік, аманшылық деген сөздерден бастау алады. Ол Алла тағаланың әссәләм деген көркем есімімен сабақтас. Ал шариғаттағы мағынасы толық мойынсыну, Алланың алдында парыздарды орындау, одан басқа жалған құдайларға табынбау деген мағынаны білдіреді. Ал дияр, араб, иран тілдерінен алынған аллаяр, Алланың досы, тақсыр, ұлы мәртебелі деген мағынаны білдіреді. Мансұр, араб тілінен жеңімпаз, жеңіске жетуші, тағы бір мағынасы құдіретті деген мағынаны білдіреді. Ақ жол, өмірге алған бағыты ашық, айқын, жолы сара, таза деген мағынаны білдіреді. Бағлан, қазақ тілінен ерте туып жетілген қозы деген мағынаны білдіреді. Тағы бір мағынасы ауыспалы мағынада жайнаған жас деген мағынаны білдіреді екен. Батыр хан, әрі батыр, әрі хан болсын тілекпен қойылған көне есім. Баубек, өмір жасы ұзақ, өмірлі болсын, табанды жігіт болсын деген тілекпен қойылған есім. Синонимі бекбау. Ес бол, ақылды, сүйенішім бол, медеу бол деген мағыналы есім. Ер болат, бала батыл, өжет, батыр болады деген тілекпен қойылған. Заңғар, қазақ есімі, үлкен, алып, зәулім, биік деген мағыналарды білдіреді. Мерген, қазақтың сөзінен нысанға дәл тигізетін атқыш, біріккен тұлғалы есім. Мергенбай. Орынбек, өмірде орны берік, мықты болсын деген мағынада қойылған есім. Таймас, өмірде алған өз бағытынан, алға қойған мақсатынан қайтпас бала деген мағынаны білдіреді. Темір болат, бала темірдей мықты, берік болады деген сеніммен қойылған есім. Тілеген, Құдайдан тілеп, сұрап алған бала деген мағынаны білдіреді. Ақылбек, ақылды, сергек болсын деген тілекпен қойылған есім. Сіздерге бүгінгі ұл бала туралы есімдеріміз ұнады ма? Ұнаса арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.